Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен мен Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін өзімнің арнамда дәл осындай печеньелерді ұнның көмегінсіз овсянка ұнымен жасайтын боламыз. Ендеше бастайық. Ең алдымен бізге овсяный мука керек болады. Яғни бұл овсяный мука егер үйде болмайтын болса, үйдегі бар овсянканың өзін алып, блендермен өткізіп, дәл осылай ұн жасайтын боламыз достар. Бізге керекті заттар топинамбур сиропы, сүтіміз қажет болады. Одан кейін барып, дәл осындай оливковый май керек болады. Сары май қоссаңыздар да болады, және де крахмал керек болады достар. Ал ендеше бастайық. Біздің бұл печеньеміздің жасалуы мен пісуі өте тез достар. Ең алдымен ұнымызды саламыз, осының үстіне крахмалымызды саламыз, кукурузный крахмал менде осы жерде. Енді сұйық майымызды салатын боламыз. Үстінен сүтімізді құямыз. Енді 2 ас қасықтай топинамбур сиропын қолданатын боламыз. Егер сіздерде бұл сироп болмайтын болса, бал қолдансаңыздар да болады. Енді осының үстінен қопсытқыш саламыз, және де кішкене шым-шым тұз салып жесек те болады. Болмаса ас содасын қолдансаңыздар да болады. Барлығын жақсылап біркелкілік масса пайда болғанша араластыратын боламыз. Енді печеньелеріміздің формасын жасай берсек болады. Өз қалауларыңызша жасай беріңіздер. Мен осындай домалақша етіп, қолымның көмегімен домалақтап алып, оны кішкене алақаныммен басып шықтым. Ал печеньелеріміздің үстінен осындай шанышқымыздың көмегімен дәл осылай басып шықсаңыздар да болады сәндік үшін, немесе баспай өзін алып пісіре берсеңіздер де болады достар. Ал мен сәндік үшін және де ерекше дәм беріп тұру үшін дәл осындай кунжутпен семечкенің дәнектерін үстінен сеуіп шықтым достар. Сіздер де өздеріңіз қалаған дәнектеріңізді себе берсеңіздер болады. Енді осы печеньемізді қызып тұрған отта 180 градуста 15 минуттай пісіріп алатын боламыз. Достар, көріп тұрғандарыңыздай біздің әдемі печеньелеріміздің жасалу жолы өте оңай, дәмі де өте ерекше. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де жасап менімен бірге бөлісуді ұмытпаңыздар. Егер де менің видео рецепті ұнап жатса, міндетті түрде менің парақшама тіркеліп, лайктарыңызды басып, келесіде менен қандай ПП рецепт күтесіздер, комментарийға астына жаза кетіңіздер достар. Ал мен сіздермен қоштасамын. Келесі осындай керемет рецепттермен кездескенше қош сау болыңыздар достар.